Tuzumuzu salamız. Suyumuzu koyamız. Mayımızı koyamız. Yumurtamızı salamız. Bardağını aralastıramiz. Unumuzu salamız. Aralastıramiz. Şimdi kamarımızı ileyimiz. Kamarımızı толық илеп алдық. Жақсылап тағы 1-2 біріктіріп жібереміз, сосын демалдыруға қоямыз. Қамырымызды жарты сағаттай демалдырғаннан кейін қамырымызды жаюға кірісеміз. 250 грамм фаршымызға 250 грамм пиязды қосамыз. Бірақ өзбекский самсада фарштың орнына етті ұсақтап турап қолдансаңыз болады, өте керемет шығады. Тұз саламыз. Мінекей бізде астында пиязымыз бар. Енді дәміне қарата тұз саламыз. Қара бұрыш саламыз. Зира салсаңыздар болады. Біз зира емес, приправа, самсаға арналған приправа қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Начинкамыз дайын. Енді алып қоямыз. Самсамыздың қамыры бірден алып алды. Енді біз қамырымызды жаятын боламыз. Менің оқтауым кіші, сондықтан маған кішкене қиындау. Сіздің оқтауыңыз үлкен болса, ешқандай қиындықсыз дөңгелетіп қамырыңызды жайып аласыз. Кәдімгі бешбармаққа арналған қамыр ұқсап жұқалап жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді ерітілген майымызды жағып шығамыз бір келке етіп. Енді қамырымызды орап шығамыз. Енді бірнеше сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Қамырымыз, майымыз кішкене қатыңқырап, жаюға ыңғайлы болғанша. Холодильниктен қамырымызды алып шықтық. Енді бөлшектерге бөліп шығамыз. Мінекей. Және байынан лепешкаға айландырамыз. Осылайша барлық қамырымызды бөліп шығамыз.
бір тарелка піш. Аздабын сүйіп аламыз. Және де қамырымызды жаямыз. Барлық қамырымызды осылай жайып аламыз. Фаршымызды ішіне салып алдық. Енді былайынан үш бұрышты біріктіретін боламыз. Әуелі екі шетін және ортасын бүйтіп жабамыз. Үш бұрышты да бір-біріне былай қабаттаудың қажеті жоқ, себебі асты қалың болып кетеді. Мінекей. Мінекей самсаларымызды протеинімізге салып алдық. Енді жұмыртқа жағып, үстіне күнжіт себетін боламыз. Мен жұмыртқаның ағында сарысында араластырып жіберемін. Бірден тек қана сарысын, тек қана ағын демеймін, сразу араластырып жаға беремін. Осылай бір келіп барлығына жағып шығамыз. Мен бір қолмен түсіп тұрғандықтан кішкене ыңғайсыздау. Сіздер әдемілеп бір келіп жағып алыңыздар. Енді күнжіт сеуіп шығамын. Мак сепсеңіздер болады. Көремей отырмын. Немесе ешнәрсе сеппей қойсаңыздар болады. Бірақ маған күнжіт өте қатты ұнайды. Дәмі де, мен лепешкада да, самсада да күнжітті өте қатты жақсы көремін. Мінекей, енді қызып тұрған духовкамызда пісіріп алады. Енді процесс осылай жүреді, негізі жарыққа қойып аламыз. Пешіміз қызып тұр біздің. Енді пешімізге қойамыз. Мінекей, біздің самсаларымыз пісті.